Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Бұл салатты бір рет жасап көрсеңіздер, жиі жасайтын боласыздар, себебі сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Рецебті міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге пісқан ет қажет. Етті 5 бармаққа асқан еттің шетінен алуға да болады, немесе бөлек суға пісіріп алсаңыздар да болады. Етті қалай пісірсаңыз да маңызды емес, менде мұнда сиыр еті. Етті осы видеодағыдай ұзынша қылып, жуандау қылып тураймыз. Одан кейін бізге бір қияр қажет, қиярды да тура видеодағыдай тураймыз. Енді қызанақты да тура видеодағыдай тураймыз. Жұмыртқаны да үлкендеу қылып тура видеодағыдай тураймыз. Енді жарты болгар бұрышын, яғни тәтті бұрышты ұзынша қылып соломкамен тураймыз. Одан кейін осындай қалбырдағы жүгеріні қосамыз. Мен мөлшермен 4 ас қасық қосамын. Енді сәл ғана қалауларыңызша тұз қосамыз. Және де сәл ғана көк шөптер қосамыз. Ең соңында майонез қосамыз. Мен үнемі 3 желания майонездің қолданамын. Өз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Мен мөлшермен 4 ас қасық майонез қосамын. Одан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай өте дәмді салат шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.